Саламатсыздар ма, студенттер? 301 оқу тобы. Бүгінгі сабағымыз құрылыс құрылымдарының есептеу негіздері. Тақырыбымыз терезе, есік бұйымдарының түрлері. Сабақтың мақсаты терезе, есіктердің арналуы, терезе, есіктерге қойылатын талаптарды білу, терезелер мен есіктерге қандай жүктемелер әсер ететінін үйрену, терезе әйнегінің қалыңдығы неге байланысты болатындығын анықтау, 1, 2, 3 әйнекті терезелердің қолдану салалары, витраждар мен витриналар туралы түсініктемелер алу. Есіктердің арналуы. Есіктер ғимаратқа кіруге, бөлмеден бөлмеге қатынауға, өрт немесе апат болғанда адамдарды қауіпсіз жерге шығаруға арналған. Олардың орналасуы, саны және өлшемдері бөлмелердегі адам санына, ғимараттың түріне және арналуына байланысты болады. Есіктер қораптан, жармалардан тұрады. Есіктердің жіктелуіне тоқталатын болсақ, материалы бойынша ағаштан, жаңқалы тақталардан, металдан, полимер материалдарынан жасалынады. Жармасының саны бойынша 1 жармалы, 1 жарым жармалы, 2 жармалы болып бөлінеді. Енді ашылу әдісіне тоқтайтын болсақ, ашылу әдісі бойынша бүктемелі, айқара ашылатын, көтермелі, ысырмалы, айналмалы болып бөлінеді. Ал арналуы бойынша есіктер ішкі, сыртқы және шкаф есіктері. Пәтер ішіндегі есіктердің ені бөлмелердің арналуына байланысты қабылданады. Есік қораптары қалыңдығы 47, 57 және 77 мм келетін білеушелерден және табалдырықтан тұрады. Есік жармасын орналастыру үшін аталған бөлшектер мен жағынан кертіліп жасалған. Есік үстіне фрамуганы жасағанда қораптарда қосымша жарма мен фрамуганы бөліп тұратын білеуше орнатылады. Балкон есіктері терезе блоктары сияқты етіп жасалады. Есіктерді бекіту, терезелерді бекіту сияқты орындалады. Есік қорабының тасаға жанасқан жерін жақтау тақтайларымен жабамыз. Есік жеткілікті жылу ұстамды, дыбыс оқшаулағышты нормаға сәйкес болуы тиіс. Ал есіктерді биігіне байланысты бөлетін болсақ, бұл жерде өлшемдері метр 80-нен басталады. Метр 80 ұста есігі 1800 мм дейміз немесе, және 2 метр немесе 2000 мм, және 2 метр 300 см, 2300 мм. Қоршау сипатына байланысты есіктер біртұтас әйнектелген, жартылай әйнектелген болып бөлінеді. Есік жармасының құрылымы бойынша қалқанды, жиектемелі және ағаш ұста есігі. Ал енді терезелердің жіктелуіне келіп тоқтасақ, оларға қойылатын талаптар: терезелер ғимарат ішкі кеңістігіне жарық түсіру, сыртқы кеңістікпен байланыс, бөлмелерде ауа алмастыру және өрт пен апат болғанда адамдарды қауіпсіз жерге шығару үшін арналған. Терезе құрылымына әртүрлі жүктемелер мен табиғат жағдайлары әсер етеді. Арналуы бойынша сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Материалы бойынша ағаштан, алюминийден, алюминий қорытпасынан, металдан, темірбетоннан, металл пластиктан жасалынады. Құрылым бойынша қосарланған, дараланған болып бөлінсе, жармасының саны бойынша, әйнегінің қатар саны бойынша 1 әйнекті, қос әйнекті, 3 әйнекті болып бөлінеді. Әйнегінің түріне байланысты кәдімгі жай әйнек, арналған әйнек. Ашылу бағытына байланысты сыртқа қарай ашылатын және ішке қарай ашылатын болып бөлінеді. Желдету түріне байланысты жел көздер арқылы, фрамуга арқылы және жармалар арқылы. Қазіргі сәулет өнері мен құрылыста біртұтас қабырға қоршауы кеңінен қолданыс тапқан. Олар терезе, тұтас панельдер, аралық қабырғалар қызметтерін бірден атқарады.
Қоғамдық ғимараттарда витраждар 1, 2 және 3 әйнекті болуы мүмкін. Витраждар мен витриналар біртұтас қабырғаны алмастыруы мүмкін. Витраждар ішінде немесе сырттай жанаса орналасады. Сыртқы әйнек пен тік немесе еңісті 10-15% етіп әйнектеледі. Витраждар мен витриналар жеткілікті жылу ұстамды, дыбыс оқшаулағышты нормаға сәйкес болуы тиіс. Назарларыңызға рахмет.